Дәрі-дәрмек түсінде дәрі көру діндегі беріктікті білдіреді. Сондықтан науқас адамның дәрі ішкенін көрген адам дініне берік болады. Кімде-кім түсінде дәрі ішсе білім үйренетінін білдіреді. Түсінде дәрі ішпесе нәпсінің қалауында жүргенін білдіреді. Хош иісті нәрселерден істелген дәрі көру бойдақтың үйленетінін, әйелдің балалы болатынын, кедей болса бай болатынын білдіреді. Түсінде көзіне дәрі тамызғанын көру үйдегі жасырын істердің бар екенін, мұрнына дәрі тамызғанын көру кейбір сырлардың шешілетінін, құлағына дәрі тамызғанын көру өзінің өсек аяңға. Түсінде ауруына байланысты дәрі ішу діндегі ықыласын білдіреді. Түсінде ауырып жүргенін және дәрігердің берген дәрісін ішу өмірдің қысқалығын, дәрі ашы болса өлімнің жақын екендігін білдіреді. Дәрі ішіп дереу жазылғанын көрсе жалаға ұшырап ұсталатынын білдіреді. Дәріхана түсінде дәріхананы көру денсаулық деп жорылады. Дәріханаға кіріп дәрі алғанын көрген адам кінә тағылып қамауға алынады. Дәріхана көру жастар үшін жақсылықты, кәрілер үшін жамандықты білдіреді. Дәріханадан іздеген дәріңізді таба алмағанын көру ауруының жалғасатынын, дәрі сатушының жоқ екенін көру аурудың үдейі түсетінін, дәріхананың жабық тұрғанын көру науқас адамның өлетінін білдіреді. Дәрігерге қан тапсырып жүрсеңіз, сақ болыңыз, сізді алдап, өз қарызын өтеуге асыққан жан бар.